бесік деген болады. Бұл бесікке сендер кішкентай кездерінде жатқансыңдар. Қазір қайтып бөлуді көрсетіп берейін бе саған? Сендер қалай жатқандарыңды? Мынау жастығы. Басын осы жаққа қоямыз. Мынау әлди. Мына осыны бүйтіп қоямыз. Мына жерде шүмегі болады. Сөйтіп мынаны бүйтіп аяғын байлаймыз. Былайынан аяғын байлаймыз. Мына көрдің бе? Бүйтіп байлаймыз аяғын бірінші. Сосын қолын байлаймыз. Сосын қолын байлаймыз бүйтіп. Бетін тырнап алмау үшін, құлап кетпеу үшін бетін қолын байлаймыз. Мына былайынан байлаймыз. Әлде ұйықтайды. Мына осы бесікке сендер жатқансыңдар. Енді бетін жабамыз. Былайынан. Енді тербет шыққан екен қызым. Бесікті тербете қой кел. Бүйтіп тербетеміз. Әлди бөпешім, ұйықтай қойшы көт. Ал қызым, бүгін екеуміз гүл шоғын жасаймыз, е? Осындай түрлі гүлдерден қайшымен алып не істейміз? Кесеміз, ақылдым сонымен. Гүлдерді үстіп кесіп аламыз керегін. Гүлдеріміз көп болған, әдемі болады. Осындай әдемі гүл шоғын жасап береді әкесі аға. Менің қызым сияқты әдемі болады. Менің қызым ақылды ғой, ә? Менің қызым сұлу. Қорапқа саламыз аға. Қорапқа саламыз. Бұл қорапқа отырғызамыз. Жаным. Қос бұрымың өріліп, тобығың ай төгіліп, көздің жауын аладай, сондай көркем көрініп, ай жүзіңі сарайлы, тамсандырды талайды, көрген жандар өзіңе қор қызындай ай қарайды. Сен қазақтың қызысың, жібек баян ізісің, апайын мәлемі, біздер үшін қашанда қазақ қызай ой әдемі. Өзін-өзі баптаған, ана үлгісін жаттаған, қазақ қызы қадірлі, ар ұятын сақтаған,